Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің бүгінгі қоғамда үлкен резонанс тудырған, дау туғызып жатқан насыбай туралы айтатын боламыз. Кеше ғана Атырауда өткен 3-ші құрылтайды өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырзамыз атап өтті. Денсаулыққа зиян әрі ұят әдеттің бірі насыбай ату деп көрсетті. Оны қалай жасалатыны белгілі. Ешқандай санитарлық талаптар сақталмайды. Құрамында түрлі дертті, оның ішінде онкологиялық ауруларды көрдіңіздер. Онкологиялық олар қоздыратын заттар бар. Насыбайды өндіруге және таратуға 2015 жылы тыйым салынған, бірақ әлі күнге көшеде, тіпті азық-түлік дүкендерінде ашық сатылып жатыр. Құқық қорғау мекемелері ешқандай шара қолданып жатқан жоқ деп аяқтады біздің президентіміз. Енді ішкі істер министрлігі арнайы рейдтер жүргізіп жатыр. Насыбайды әкелуге, өндіруге және сатуға және таратуға тыйым салынған. Және де оған егер де сіз сатқан жеріңізді, сақтаған жеріңіз ұсталып қалатын болса, 25 АЕК көрсеткіш көлемінде айып бақылайсыз. Бұл дегеніңіз 92.500 теңге сізге штраф салатын болады. Ал енді біз насыбайдың енді зиянын, қай жақтан келетінін және құрамын, жасалуын айтып өтетін боламыз. Ең бірінші қай жақтан келетініне айтатын болсақ, олар көбінесе бізде Өзбекстан және Қырғызстаннан келеді. Қырғызстанда айтатын болсақ, Баткен деген жерде бар, үлкен плантация, кәдімгідей өсіріледі темекінің тектес қой енді соны өсіріліп, сол жақтан келетін болады, және де Өзбекстан Республикасынан келеді. Енді насыбайдың құрамын айта өтетін болсақ, әр жерде жасалуына байланысты бірінші темекінің жапырағы болады, никотиніміз, және де азот, синил қышқылы, әктің суы, цемент, жаңағы күлі болады. Күлде де әр жердің күлі әртүрлі болады. Ағаштан жасалған сексеуілде неше түрлі эфир майы қосылады екен, көмір мен сірке қышқылдар қосылады екен, ағаштың смоласы, тауықтың саңғырығы, соның бәрі қосылады екен. Ойлап қараңызшы, қайсысы біздің денсаулығымызға пайдалы, барлығы да бізге зиян. Соған әртүрлі әр жерде солай қосылады екен құрамы. Сіз осы Әділ Дарабоз каналына тіркеліп отырамыз, ары қарай кеттік. Ал енді біздің насыбайдың жасалуын айтып өтейік. Қазақтарда насыбай темекі ұнтағында күл, қалампыр қосып жасаған, ол ащы, күшті иісті зат болған. Насыбайды құмарлық үшін ату көп адам жаман әдетіне саналады. Жалпы насыбайды былай әзірлейді: саптаяққа үкішке темекі жапырағын салады, оны әбден ұнтақтап майдалайды, оған арша немесе сексеуіл, қайың, тобылғы, қылша күлін қосып, үстінен су себеді. Бұл насыбай жасаудың жалпы тәсілі. Ал насыбайдың басқа түрін, яғни бұйра насыбайды былай жасайды: саптаяққа үкішке темекі жапырағын салып, оны ұнтақтаған соң су сеп, сосын бәрін бір тесік қалбырдан микроскоппен өткізіп жасайды. Бұл енді біздің қазақтарда ертеректе жасалған. Ал егер сатуға болатын болса, оған естіп жатырсыздар, неше түрлі химиялық қоспаларды қосады екен, әкті қосады екен. Оған кімнің кептердің боғы дейді ғой, соны да қосып істейді екен. Ол енді өте қиын нәрсе. Кариес, ауыз қуысы, ерін, асқазан тағы басқа мүшелердің қатерлігін тудырады екен. Онкологиялық ауруларға алып келеді. Өзбек онкологтардың мәлімет бойынша 80% ерін рагымен зардап шегетіндер насыбай асатындар болып қолданылады екен. Енді ойланып көріңіз, егер де өз денсаулығыңызды ойласаңыз, насыбайды қойғаныңыз дұрыс. Тем более қазір енді Қазақстанда запрет жүріп жатыр ғой, сатуға да басқаға да. Енді бір айта кететін жайт, ол білесіздер ғой, қай жерде мысалға тыйым салынады, сол нәрсе қымбаттайды. Енді насыбай ататындарға қиын болып тұр. Ол енді еселеп қымбаттауы мүмкін. Соңғы қорытындылап өтетін болсақ, насыбайды барлық зиянын айттық, неден жасалатынын да бәрін айтып өттік қой. Жасөспірімдер арасында да негізінде жақсы нәрсе емес. Насыбай деген ол темекіден гөрі зиян аздау, басқа деп айтады, бірақ енді оны құрамында никотин болғандықтан айналып келгенде денсаулығымызға зиян. Егер де өзіміз ұрпағымызды ойлайтын болсақ, денсаулығымызды ойлайтын болсақ, насыбайдан ыңғай келсе бас тартқанымыз жақсы. Ал Әділ Дарабоз каналына тіркелеміз. Сау болыңыздар.